Қайырлы күн, қадірлі әріптестер және көрермен. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые коллеги и зрители. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы азаматтардың құқықтарын қорғау нәтижелері. Бүгінгі облысымыздың бас медиаланың құрметті қонақтары Жамбыл облысының прокуроры Әбдіров Нұрғалым Мәжитұлы. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Жамбыл облысы бойынша өкілі Байхожаев Берікбол Ұзақұлы. Құрметті спикерлер, аламызға қош келіңіздер. Нұрғалым Мәжитұлы, алғашқы сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгінгі брифингіміз азаматтардың құқықтарын қорғау жұмысының нәтижелеріне арналады. Прокуратура органдары негізгі бағыттарының бірі өзін өзі қорғай алмайтын адамдардың және қоғамның мүдделерін қорғау болып табылады. Осы жұмысымызды жетілдіру мақсатында облыс прокуратурасы жаңа әдістер мен тәсілдерін кеңінен енгізуде. Ол үшін туындаған проблемалардың салдарын ғана анықтамай, олардың себептерін жою бойынша шаралар қабылданады. Ағымдағы жылы облыс прокурорлары 59 мың азаматтың құқықтарын қорғады. Бұл жұмыс еңбек, кәмелетке толмағандар, мүмкіндігі шектеулі адамдар, бизнес пен инвесторлар, қылмыстық қудалау және айыптау бағыттарын қамтиды. Енді осы салалардағы қысқаша мысалдарға тоқталып кетуді ұсынамын. Біріншіден, ол мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын қорғау. Осы санаттағы адамдар қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше қамқорлықты талап етеді. Бір жағынан ондай ұстаным қызметімізге және лауазымымызға қарамай барлығымыздың парызымыз болып табылады. Осыған қарамастан кейбір лауазымды тұлғалар азаматтар мүгедектігі бар адамдардың әлсіздігін пайдалана отырып, олардың құқықтарын бұзуда. Тек биыл прокурорлар 500-ге жуық мүмкіндігі шектеулі және егде жасқа жеткен адамдардың құқықтарын қорғады. Прокурорлардың араласуынан кейін ол тұлғалар санаториялық емделуге жолданып, тегін протездер беріліп, күтушілер және инватаксимен қамтылды. Ең сорақысы, біз алаяқтардың бірінші топтағы мүгедек 80 жастан асқан қарт кісінің психикалық және физикалық әлсіздігін пайдаланып, пәтерін заңсыз сатып жібергенін анықтадық. Осыған байланысты прокуратура пәтерді иесіне қайтару үшін сотқа талап қою беріп, күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғады. Келесі бағыт кәмелетке толмағандарды қорғау. Біздің өңірімізде балалардың қауіпсіздігімен байланысты проблемалардың бар екендігі барлығымызге белгілі. Олар балалардың арасындағы қылмыскерлік пен суицидтің өсуі, уәкілетті органдар жұмыстарының тиімсіздігі, ата-аналар мен қоғамның балалардың тәрбиесіне көңіл аудармауы, психологиялық көмектің жеткіліксіздігі және басқалар. Ағымдағы жылғы 5 айда кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстардың саны 22%-ға артты, оларға қатысты қылмыстар 13%-ға төмендеген. Осы орайда балалар қауіпсіздігіне жалпы уәкілетті органдар мен қоғамның жауапты екенін ескере отырып, жұмысымызды мемлекеттік емес ұйымдармен, қоғамның белсенділерімен үйлестірдік. Психологиялық көмекті жетілдіру мақсатында әкімдіктің қолдауымен саған көмек және бестерек жобаларын бастадық. Бұл жобалар балалардың психологиялық көмекке онлайн мессенджерлер арқылы қолжетімдігін арттырды. Жоба шеңберінде 634 мектеп психологының біліктілігі арттырылды. Мысалы, саған көмек жобасы арқылы мектептердің оқушылары облыстың 452 мектебінде орналастырылған арнайы QR-кодты сканерлеп психологтар мен анонимдік чаттарға қосыла алады. Нәтижесінде суицид жасауға қаупі бар
11 балаға көмек көрсетіліп, олар қалыпты жағдайға қайтарылды. Одан бөлек 25 бала тәрбиелеп отырған 4 жайсыз отбасыға коммуналдық пәтерлер берілді. Мысалы, Шу ауданында 8 жылдан аса тұрғын үйге кезекте тұрған тұрмыстық жағдайы нашар 6 балалы отбасы анықталды. Қабылданған ден қою шаралары бойынша көп балалы отбасына 3 бөлмелі пәтер берілді. Дәл осындай қамқорлықсыз қалған жетім балалардың құқықтары назардан тыс қалмады. Мерке ауданында 2 жыл бойы пәтер ала алмай жүрген 4 жетім балаға пәтерлер беріліп, 3 бала кезекке қойылды. Ал Мойынқұм ауданына 6 бала пәтер кезегінің тізіміне енгізілді. Еңбек заңнамасының сақталуы да ерекше назарда. Биыл прокурорлардың араласуымен 1000-нан аса жұмысшы алдында 281 миллион теңге жалақы қарызы өндірілді. Өз кезегінде қадағалау барысында өндірістік мекемелерде адамдардың жарақат алу мен жазатайым оқиғаларын жиілеп кеткені алаңдатуда. Оған себептердің бірі ретінде жұмыс берушілердің жауаптылықтан жалтаруы деп санаймыз. Атап айтқанда, өңіріміздегі кәсіпорындарда жұмысшылар мен еңбек шарттарының орнына қызмет көрсету шарттарын жасасу жағдайлары кездесуде. Қалыптасқан жағдай қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Мысалы, Қордай ауданында жүнді өңдеу цехында қайтыс болған қызметкер үшін жұмыс беруші жауап бермеген. Қылмыстық іс еңбек қатынастарын болмауынан тоқтатылған. Осы әділетсіздікті жою мақсатында прокуратура органдары асыраушының айырылған отбасының мүддесіне сотқа талап қою беріп, еңбек қатынастары дәлелдеді. Нәтижесінде кәсіпкерден зардап шеккен отбасыға 3 миллион теңге өндірілді, қылмыстық іс қайта жандандырылды. Болашақта осындай келеңсіз жағдайлар қайталанбас үшін облыс тұрғындарын тек еңбек шартымен жұмыс жасауға шақырамын. Бизнес пен инвестициялар бұл экономиканың өсуі, кәсіпкерлер көбінесе мемлекеттік органдардың қысымына шағымданады, бұл жалпы инвестициялық ахуалға әсер етеді. Осы орайда келесі өзекті мәселелердің бірі инвесторлар мен кәсіпкерлікті қорғауға тоқталсам. Бұл бағытта прокуратура мобильді топтар жұмыс істейді. Әр түскен сигнал бойынша кәсіпкерлердің тікелей қатысуымен олардың дәлелдері тексеріледі. Кәсіпкерлердің қызметіне бақылаушы органдардың араласуы мен шектеулері ерекше бақылауда, ол үшін арнайы прокурорлық сүзгі жұмыс істеуде. Негізсіз тексерулер мен айыппұлдар кәсіпкерлікке кедергі әкелетіні бәрімізге белгілі. Сондықтан бақылаушы органдардың жұмысы ерекше зерделенуде. Қабылданған шаралардың арқасында 16 заңсыз жоспарланған тексерудің салық органдарының 2,5 мыңнан астам хабарламалары мен әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қаулылардың күші жойылды. Инвесторларды қорғау бағытында жұмыс мемлекеттік басшысының тапсырмасына сәйкес ұйымдастырылуда. Жылдың басынан жобалардың құны 494 миллиард теңгені құрайтын 14 инвестордың проблемалары шешілді. Мысалы, 100 жаңа жұмыс орнын ашуды жоспарлап отырған Қазақ Неміс Кнауф гипс Тараз компаниясына зауыт құрылысын жүргізу үшін қосымша жер учаскесі берілді. Тағы бір мысал, 2012 жылдан бастап өз жұмысын дұрыс істемей тұрған Шу ауданында орналасқан Жібек жолы арнайы экономикалық аймақтың мәселесі. Оның себебінің бірі құрылыс объектілерінің аяқталмауы болып
табылады. Онда келтірілген залалдың сомасы 2 миллиард теңге құрады. Бүгінгі уақытта прокуратураның талабы бойынша үш жосықсыз мердігерден 278 миллион теңге өндірілді. Қалған сома өндірілуде. Бұдан бөлек экономикалық аймақта бірнеше жыл бойы іске аспаған жобалар бойынша 81 гектар қайтарылды. Ол жаңа инвесторларға жол ашты. Атап айтқанда, инвестиция сомасы 45 миллиард теңгені құрайтын кәсіпкер өз жұмысын бастады. Осылайша прокуратураның араласуынан кейін республика көлемінде ірі арнайы экономикалық аймақтың бірінде инвесторлар жұмысын бастады. Сонымен қатар прокуратура органдары жергілікті халықтың проблемаларын шешу бойынша үйлестіру жұмыстарын тұрақты жүргізуде. Мысалы, Қордай ауданында 251 пайызшысы бар Ноғайбай Казексим серіктестіктің 14 мың гектар бойынша 18 жылға созылған дауы прокуратураның араласуынан кейін өзінің шешімін тапты. Пайшылар ұзақ жылдар бойы сотқа уәкілетті және құзырлы органдарға 100-ден астам артық шағым талаптармен жүгінген. Мәселе шешілмегеннен олар наразылық акцияларына да шығуға дейін барған. Бүгінгі уақытта прокуратураның талабы бойынша бүгінде сот шешімімен шаруаларға жерлер толық қайтарылды. Басқа мысал, прокуратураның араласуынан кейін Тараз қаласында 5,5 мың тұрғыны бар аймақтардың электр желілері заңдастырылды. Ал енді қылмыскерлікпен осы салада азаматтардың құқықтарын қорғау нәтижелеріне тоқталсам, қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарының санасында Тараз қаласының қылмыстық имиджі қалыптасқан, ол шындыққа жанаспайды. Бізде резонанстық қылмыстар болады, бірақ олар әрқашан халықпен талқыланып, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. Бұл облыс тұрғындарының қылмысқа қарсы күрестегі белсенді ұстанымын көрсетеді. Алайда соңғы 5 жылда облыстағы жағдай түбегейлі өзгерді. Құқық бұзушылықтардың саны 2 есеге немесе 8700-ден 4300-ге дейін азайды. Бұл республиканың облыстар арасындағы қылмыстық ең төменгі көрсеткіштердің бірі. Жағдайды жақсарту элементтерінің бірі облыс орталығында және өңірдің ірі аудандарында іске асырылып жатқан Тараз қауіпсіз қала, қауіпсіз Қордай, қауіпсіз Шу сияқты жобалар. Жалпы қабылданған шаралармен қылмыс 12%-ға төмендеген. Құқық бұзушылықтардың алдын алумен қатар біздің басты мақсатымыз азаматтардың қылмыстық қудалау саласында конституциялық құқықтарының бұзылуына жол бермеу болып табылады. Оның бір мысалы 2023 жылдан бастап азаптау қылмыстарын тергеп тексеруді прокуратура органды жүргізеді. Сол себепті бізбен азаптау мен тергеудің рұқсат етілмеген әдістерінің жолы қатаң кесіледі. Жүргізілген тексерулер нәтижесінде ағымдағы жыл прокурорлар қылмыстық қудалау органдары ғимараттарында және изоляторларында заңсыз ұстаған 28 адамды босатты. Сондай-ақ пенитенциарлық мекемелер мен қылмыстық қудалау органдарында үздіксіз бейнебақылау орнатылды. Аталған шаралар азаптауға және тергеудің рұқсат етілмеген әдістеріне шағымдардың санын едәуір азайтуға мүмкіндік берді. Соттаушылардың өз-өзіне зиян келтіру фактілері 66%-ға төмендеді. Мемлекеттік айыпты қолдау саласында прокурорлар тек қана айыпты қолдаумен шектелмейді.
керісінше сот үкімдерінің заңға сәйкес болуын қадағалайды. Олай болмаған жағдайда өтініш хаттар енгізеді. Ағымдағы жылғы 5 айда прокурорлардың өтініш хаттарымен 29 адамға қатысты қылмыстық сот актілері өзгертіліп, заңға сәйкестендірілді. Оның ішінде 9 сотталғанның жазалары жеңілдетілді. Бұл жұмыс одан әрі жалғастырылатын болады. Жалпы баяндамамда айтылғандай, біз тек қана мемлекеттік органдармен жұмыс істемейміз. Соңғы жылдары азаматтардың құқықтарын қорғау саласындағы жұмысты адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Жамбыл облысы бойынша өкілі Берікбол Ұзағұлы Байғожаевпен бірлесе атқарып келеміз. Яғни облыс прокуратурасының осы бағыттағы шаралары Берікбол Ұзағұлының жеке қатысуымен өткізіліп жатыр. Бүгінгі күні ол туралы енді спикердің де өз қосымша айтатында мүмкіндігі болып, айтатында бір ойлары бар шығар. Осымен баяндамам аяқталды. Баяндамаңызға рахмет. Берікбол Ұзақұлы, жалғастырып кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Баршаңызды алдағы келатқан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-ші бабына сәйкес еліміздің ең қымбат қазынасы ол адамның өмірі және оның құқықтары мен бостандықтары. Әрине осы адамның құқықтары мен бостандықтарын сақтау, қамтамасыз ету бағытында облыс прокуратурамен бірлесе жұмыстар жүргізуде. Жалпы өздеріңіз білесіздер, 2022 жылы 5 қарашада Қазақстан Республикасында адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заң қабылданды. Соның 1-ші бабына сәйкес адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты негізгі міндеттері ол адамның және азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіруге жәрдемдесу және адамның азаматтардың бостандықтары мен құқықтары бағытында саласын ілгерілету болып табылады. Жалпы біздің институтқа өкілдікке Қазақстан Республикасының азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар және Қазақстан Республикасының тұрып жатқан шетелдіктер хабарласа алады. Жалпы 2024 жылдың 5 айында біздің өкілдікке 117 арыз-шағым түсті. Олар бойынша мемлекет орындарға, сонымен қатар құқық қорғау орындарына 112 сұраныс хаттар мен 25 өтініш хаттар мен ұсынымдар жолданды. Нәтижесінде 7 тұлғаға тәртіптік, 1 тұлғаға әкімшілік жаза, сондай-ақ 2 қылмыстық іс қозғалды. Айта кететін нәрсе, бұл жерде осы прокуратурамен бірлесе жұмыс атқарған аясында осы бір азаматтың арызы бойынша Қазақстанда азаптау фактісі, яғни қылмыстық кодекстің 146 бабының 3 бөлігімен тергеу жүріп жатыр. Жалпы бізге түскен арыздар бойынша 36 шағым қанағаттандырылып, 65 өтінішке тиісті түсіндірмелер берілді. 4 өтініш құзырлы орындарға жолданды. Жалпы бізге түсетін өтініштер әртүрлі. Басым бөлігі бұл қылмыстық істер бойынша соттың үкімдері мен шешімдеріне, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп тексеру, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп тексерудің заңдылығын қадағалау мәселесі бойынша шағымдар түседі. Одан бөлек әлеуметтік қамсыздандыру, медициналық көмек көрсету мәселелері, қылмысты атқару жүйесіндегі мекемелерде сотталғандарға қатысты заңсыз әрекеттер мен ұстау шарттарына қатысты шағымдар, азаптау мен басқа да қатыгез әрекеттер бойынша шағымдар, еңбек заңнамасы, сондай-ақ балалардың құқықтары, мүгедектердің құқықтары, отбасылық тұрмыстық зомбылыққа қатысты осындай шағымдар түседі. Жалпы енді шағымдар бойынша жаңа айтып өттім, азаптау фактісі бойынша бір іс қозғалды. Одан бөлек қылмыстық атқару жүйесіндегі бір сотталған арыз бойынша 362 бап, яғни қызмет бабын асыра пайдалану бойынша бір қылмыс қозғалып тергелуде. 2024 жылдың 5 айында адам құқықтары жөніндегі уәкілдің осы облыстағы өкіл тарапынан 170 адам жеке қабылданды. Жеке қабылдауда болғандардың 46-сы бұл қылмыс атқару жүйесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандар, 31-і тергеу изоляторында қамауда отырған күдіктілер мен айыптаушылар.
Жалпы жеке қабылдау нәтижесімен 119 азаматқа заңға сәйкес түсіндірме берілсе, 37 азаматтың арыздары тікелей алынып қанағаттандырылды. Сонымен қатар екінші бағыт бізде бұл әлеуметтік қызмет көрсететін, қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін, жазаны орындауға арналған мекемелерді аралау болып табылады. Осы ағымдағы жылдың 5 айында 25 мекемеге алдын ала бару жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде 4-еуі облыс әкімінің жанындағы кәмелетке толмаған істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия тобымен, 5-еуі ұлттық алдын алу тетігі, яғни ұлттық брендингтің қатысушыларымен бірлесе жүргізілді. Жалпы 25 мекеменің 6-ы ішкі істер орындарының мекемелері, 8-і қылмыс атқару жүйесінің мекемелері, 3-еуі әлеуметтік қорғау саласының мекемелері, 8-і білім саласының мекемелері. Алдын ала бару нәтижелері бойынша адамның, азаматтың бұзылған құқықтарын, бостандықтарын қалпына келтіруге байланысты жалпы 73 ұсынымдар берілді. Берілген ұсынымдар бойынша 11 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды, 2 қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Енді мен қысқаша мысал ретінде айтып өтсем, алдын ала бару нәтижесімен мысалға полиция басқармасына қарасты қалалық арнаулы қабылдау орнына барған кезде ол жерде де жалпы сол ішкі істер министрлігінің бұйрығымен бекітілген сол уақытша арнаулы қабылдау орнына тиісті болу керек заттардың сақталмауы, сондай қамақтану кезде санитарлық талаптардың бұзылуына байланысты ұсынымдар берілді. Соған сәйкес 3 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды, сол полиция органдарының. Одан бөлек Қордай аудандық арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы нөмір 7-ші, яғни қарттарға арналған мекеме. Соларға бару барысында жалпы қарттарды, бұл мекеменің қарттарға қызмет көрсетуге бейімделмегені анықталып отыр. Яғни 2 қабатты ғимарат, бірақ дегенмен сол баспалдақпен 2-ші қабатына қарт адамдар, 70-тен асқан азаматтар көтеріліп шығуы өте қиындықтар туындатады, өйткені баспалдақ өте ыңғайсыз салынған, лифт жоқ. Соған байланысты Қазақстанда ұсыным берілді облыс әкімдігіне. Сол ұсынымның нәтижесінде Қазақстанда ауданда арнайы жер бөлініп, сол қарттар үйіне арнайы ғимарат салыну жоспарланып отыр. Одан бөлек балалар мен жасөспірімдерге арналған арнаулы мектепке аралау барысында да бірқатар бұзушылықтар орын алды. Оның ішінде осы тамақтану кезіндегі санитарлық талаптардың сақталмауы. Соған байланысты санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасына хат жолданып, солар бойынша Қазақстанда 2 әкімшілік іс қозғалып, айыппұлдар салынды. Яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық туралы кодексінің 425 бабына сәйкес бірінші бөлігімен сол арнаулы мектептің директорына және аспазшысына әкімшілік айыппұлдар салынды. Жалпы біз осы азаматтардың конституциялық құқықтарын қалпына келтіру бағытында прокуратура органдарымен бірлесе жұмыс жасаймыз. Күні кеше ғана біз алқа мәжілісі, үйлестіру кеңесінде де осы конституциялық құқықтарын қалпына келтіру, әсіресе қылмыстық тергеу кезінде осы ұстаудан бастап тергеуге дейінгі барлық нелер бейне бақылау арқылы жүргізілу керектігі жөнінде ұсынымдар берілді. Бұл не мақсатта? Өйткені азаптау фактілерін алдын алу мақсатында. Одан бөлек прокуратура органдарымен бірлесе қылмыстық атқару жүйесінің мекемелеріне, қылмыстық қудалау органдарында бейне бақылаулардың сақталуы, яғни барлық мекемелерде азаптау фактілерін алдын алу мақсатында үздіксіз бейне бақылау камералары орнатылған, солардың үздіксіз жұмыс істеуін қадағалап отырамыз. Сонымен қатар қылмыстық атқару жүйесінде тікелей электронды түрде хабарлама беру мүмкіндіктерін үшін терминалдар орнатылған. Республика бойынша сол терминалдардың жұмыс істеуін, толыққанды жұмыс істеуін бойынша біз үнемі мониторингтер жүргізіп отырамыз. Жалпы осы сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Баяндамаңыз рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер.
Қайырлы күн, журналист Ардана Жарылқасын. Нұрғал мырза, жалпы жаңа айтып кеттіңіз ғой, Жамбыл облысында балалар арасындағы, яғни кәмелетке толмағандар арасында қылмыс 22%-ға артты деп. Жалпы олардың себептерінің бірі буллинг мәселесі. Жалпы буллингтен біз баланы қалай қорғай аламыз және осы бойынша Жамбыл облысында қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Рахмет сұрағыңызға. Жамбыл облысы үшін жасөспірімдер қылмысы ауыр тақырып болып қалуда. Әрбір қылмыс уәкілетті органдардың жұмысындағы әрине кемшіліктерді көрсетеді. Ағымдағы жылғы мамырда облыс әкімдігімен бірлескен алқа өткіздік. Онда мемлекеттік органдардың олқылықтарына тоқталдық. Егер қысқаша айтсақ, бұған негізгі екі себеп анықтадық біз. Біріншісі ол білім беру ұйымдардың проблемалары жасыру, айтпауы. Екіншіден, онау қылмыс жасалғаннан кейін ғана жұмыс істейтін құқық қорғау органдарының араласуы. Жылдай бойы қалыптасқан тәжірибе тиімсіз болып отыр. Мектептер ата-аналарды, полиция мектептерді кінәлалайды және керісінше бәрі маған келіп кетері жоқ деген ескі тәсілді қолданады. Біз бүгінгі күні бұл парадигманы өзгерттік. Әрбір жаңағындай ауыр қылмыс жасаған жағдайда орнына топ құрып шығып, қайғылы жағдайдың себептерін зерттейміз. Мұндай жұмыс жаңағы профилактиканың формалды болуын көрсетті. Сол себепті оны бір жағынан көргенімізде мынау Байзақ ауданы, Сарысу ауданында болған жағдайлар. Ол жерде енді әрине құқық қорғау органдары ондай жағдайда іс қозғап шаралар көрді. Сондықтан бер жақта тек қана құқық қорғау органдарының жұмысы емес деп ойлаймын. Бер жақта әрине қоғам болып бірігіп отырып істеу керек. Ең негізгісі жаңағындай факттарды оны жасырмау керек. Бағана мен мысал ретінде айтып кеттім. Психологиялық көмек ретінде жаңағы буллингті де анықтайтын, басқа жағдайларды анықтайтын арнайы саған көмек, одан кейін Бестерек деген арнайы жіберілген проекттер өте жақсы оңды болып отыр. Сол арқылы біраз проблемалар шығып жатыр. Ең негізгісі тоқетері ол біз жаңағындай проблемаларды жасырмауымыз керек. Әрине оны көтеруіміз керек те, әрбірімен жұмыс істеуіміз керек. Негізі осылай бірлескен жұмыста әрине ол нәтижесі болады деп санаймын. Здравствуйте, Индира Баташева, Знамя труда, газета. Проблема семейного насилия сейчас в обществе широко обсуждается, стала такой темой горячей. У нас в области как с этим обстоят дела? Вопрос достаточно острый. Вы знаете, что на сегодняшний день, 16 июня текущего года, вступил в силу закон, который усиливает ответственность за домашнее насилие. И на сегодняшний день введены две нормы, которые усилили ответственность. На сегодняшний день предусматривается уголовная ответственность, я бы назвал две статьи. Это кодекс Уголовного кодекса Республики Казахстан, это статья 108 прим. 1. Она предусматривает ответственность за нанесение телесных повреждений, легких телесных повреждений. В данном случае агрессор привлекается к уголовной ответственности от 50 дней суток ареста до 2 лет лишения свободы. И введена еще одна норма, это касается статья 109 прим. 1. Она предусматривает ответственность за побои.
она предусматривает ответственность от 25 до 50 суток ареста. Я вот статистику приведу. На сегодняшний день уже у нас зарегистрировано 15 уголовных дел, которые касаются нанесения легких телесных повреждений, и 21 дело, это которое касается побоев. Я думаю, что этот вопрос на сегодняшний день, с учетом актуальности, ну и в средствах массовой информации, он достаточно активно освещается. Я думаю, что сдвиги должны быть, ну, по крайней мере, государство достаточно жесткие механизмы правового регламентирования ввели, и мы, как правоохранительные органы, конечно, должны обеспечивать законность в этом вопросе. Еще можно вопрос? Пожалуйста. Продолжение вопроса, коллеги. Насколько я знаю, прокуратура предлагала директоров школ, которые выявляют в школах насилие, ну и всякие проблемы, не наказывать, для того, чтобы они активнее с этими негативными явлениями боролись. Это дало какие-то результаты? Ну вот я говорил в своем докладе о том, что достаточно недавно, мы где-то в течение месяца назад с Акимом области совместно провели совместную коллегию вот по этому вопросу. Как раз мы собрали, значит, работников сферы образования, и там присутствовали большое количество директоров школ. И там мы сказали и объявили, что надо не скрывать. В данном случае самое главное решение, которое было принято, это уйти от индикаторов этих пресловутых, где, допустим, почему они скрывают, не показывают, потому что на рейтинге все это сказывалось, и из-за этого, из-за сокрытия вот этих фактов происходили эти безобразия. Поэтому такое решение было принято. Мы будем, конечно, отслеживать эту ситуацию. Моя позиция, что скрывать не надо. Ну, надо объективные цифры давать. На сегодняшний день, вот я вам сказал же, привел пример, у нас рост есть правонарушений среди несовершеннолетних, совершение ими уголовных правонарушений, да. Но это, с другой стороны, почему у нас рост еще показывает? Потому что некоторое их количество выявили в ходе вот этой совместной работы. Я вот приводил два проекта. Это «Саган Кумек, тебе помощь» и «Бестерег». В рамках него работают психологи, специально обученные, да. Их задача в ходе доверительного контакта выявить проблему. А как раз они и говорят, что да, насилие было, были такие факты. В этом случае они, соответственно, сообщают в органы уголовного преследования. Наши прокуроры в этих группах работают. Поэтому мы вот таким образом 3 уголовных дела зарегистрировали буквально недавно. Поэтому я тоже придерживаюсь, еще раз повторюсь, этой позиции, что нам объективная цифра нужна, с тем, чтобы принимать объективные меры и решения. Әріптестер. Құрметті Нұрғалы Мәжитұлы, Берікбол Зақұлы, әлеуметтік желіге келіп түскен сұрақтар бар екен, қоюға рұқсат етіңіздер. Аудандарда адам құқықтарын қорғау өкілдері бар ма? Сол сұраққа толық жауап берсеңіздер. Аудандарда ешқандай өкілдіктер жоқ. Бізде өкіл болып мен осы Жамбыл облысына өзім болып табылам. Және аудандарға мен барынша бұл өзім тікелей барып, халықпен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмын, және азаматтарды қабылдау жүргізіп жатырмын. Ай сайын бір аудан немесе 2 ауданға барамын. Жауабыңызға рахмет. Әріптестер. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, біз баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті спикерлер, аламызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желіде ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.